саламатсыздар ма? Мен Бегалин Мейрам, Бегалин Елнұрдың әкесі боламын. Қазір біз қазақтың салт аспабын жасаймыз, тұяқ тас. Негізі тұяқ тас жылқының тұяғынан немесе қара малдың тұяғынан жасалады. Бізге қазір ондай зат болмағасын, қолдан келген заттан қазір жасаймыз. Тұяқ тас дейді. Бұл қазақ халқының мал шаруашылығымен байланысты өмір салтын көрсететін ерекше аспап. Бұл ұлттық музыкасы мәдениетін білдіретін аспап.